көрсетеді. Айтайық, қаншадан макет бастап? Бүгінгі сабағымыз жақсы өтсін. Не күтеміз бүгінгі сабақтан? Бүгінгі біздің сабағымыз өте керемет және де біз жақсы Бүгінгі сабағымыз барлық сабақтардан ерекше болды. Бүгінгі сабағымыз барлығына түсінікті болсын және жақсы. Өте жақсы. Жарайды. Ендеше қазір сары түсте ұстаған оқушылар, сары түсті лентаны ұстап тұрған оқушылар кереге тобына барсын. Қаншадан? Тез-тез. Жасыл түсті ұстап отырғандарымыз сықырлауыққа барсын. Одан кейін қызыл түсті ұстағанымыз уыққа келсін. Ашық түсті ұстап тұрғанымыз шаңыраққа барсын. Кім бар бүгін? Кім жүр? Бүгінгі сабақта Талбек Асылжан деген бала бар. Талбек Асылжан. Ол бала ауырып қалыпты. Одан кейін Бала түгеміз. қалғанымыз түгел. Ода сабақты бастауға мүмкіншілігіміз бар, иә? Ендеше сабақты бастамас бұрын мен сіздерге бүгінгі сабақтағы бағалау парақтарын жеке-жеке таратқым келіп отыр. Бағалау парағын білеміз, қолдануды, иә? Сабақтың әрбір үрдісінде керекті затты орындағанымызды белгілеп отырамыз. Сабақ соңында сұрап шыққан, иә? Әркім өз үшін сол тұрады. Ұмытып кетпейміз тәртіп тапсырманы орындаған кезде. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы келеміз. Балалар сабақты бастамас бұрын біз не істейміз? Алдыңғы сабақта кішкене шолып өтейік. Алдыңғы сабақта біз қалай тақырып өтіп едік? Көшпелі мал шаруашылығы өтіп. Ендеше мен мына жерде сабақ тілі арқылы қазір осы жерден бастап мына жерде белгілі бір сөздерді бердім, бір сөзден. Осы сөздер арқылы кешегі өткен сабағымызды бір-бір еске түсіріп жіберейік. Ал көшпенділер дегенге. Көшпенділер деген сөзге бір-бір сөйлем. Қанша жұмыс? Көшпенділер немен айналысты? Көшпенділер жақсы, егіншілік айналысты, жақсы аға. Тебіндеу. Содан кес-кес. Жайылған малды болмасын. Асырап. Қай мал тебіндеп жайылады екен? Жылқы малы. Сиыр ма? Жылқы малы ғой, иә? Жылқы малымен және қой малын айтамыз. Одан кейін 350 килограмм дейді. Темір. 350 килограммда кім айтамыз? Темір. Жоқ, темір. Түйені 350 килограмм салмақты көтере алады екен, иә? Жақсы, ары жайлау. Кес. Көшпенді халықтар малдарын жазда қарай жайлауға. Жақсы, өте жақсы. Күзде. Күздеуге шығады. Жақсы, ары келесі сөз. Тез, қыстау. Қыстау, көктеу, бұлдыр, қыстау ақырын. жылы қорылмай салып соларға. Я ол жерді, көшіп баратын жерімізді қыстауға баруға атаймыз, иә? Жақсы, ары қарай. Үзеңгі. Тез үзеңгі. Нені қақта байлады үзеңгі. Тебіндеп жайылған жылқыны қолға үйрету кезінде үзеңгіні пайдаланады. Жақсы, ары қарай. Отырықшы. Тез отырықшы. Отырықшы ол бір жерде отырып малды асырайтын. Өте жақсы. Шаруашылықты деп атаймыз. Өте жақсы. Ары қарай. Көшпелі шаруашылық. Енді көшпелі шаруашылықты айтып қойдық. Сонымен мал шаруашылығының жалпы шаруашылықтың 3 түрі бар екен. Көшпелі мал шаруашылығы, жартылай көшпелі және отырықшылық. Ендеше тез келесі бір тапсырманы орындап жіберсек. Я жалған деген тапсырманы кешегі сол сабағымызды тағы да жылдам еске түсіріп жіберейік. Берілген аргументтерді жалған немесе шындық екенін белгілейміз. Кезінде 2 минут уақыт көппен жұмыс жасаймыз, топқа ортаға қоямыз. Еңсемізді көтереміз. Белгі береміз, бітірген топ белгілейміз. Топқа аяқтады.
Өте жақсы. Аяқтарды дұрыс жауабына қарайды. Кәнекей дұрыс жауабына қарайды. Дұрыс жауап көрейік. Дұрыс орындадыңыз ба? Дұрыс па? Өте жақсы сіздердікі? Дұрыс сіздердікі? Яғни біз кеше өткен тақырыпты өте жақсы түсінген екенбіз. Бүгінгі сабақты дәптер кітабымызды ашайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбын жазайық. Балалар, дәптерімізді ашып, маған қараймыз. Қараңыздар, балалар, біз экранда не көріп тұрмыз? Маған қараймыз. Тақтаға қараймыз. Экранда не көріп тұрмыз? Тағы не қалай айтамыз? Ежелгі адамдарды баспаналар көріп тұрмыз ба? Алғашқы адамдар қандай жерлерде тұрған? Өмірде, тағы жертөледе, жақсы. Одан кейін ары қарай даму? Күрке, одан кейін қола дәуірінде не себеп? Арбаның үстінде киіз үйлер орнатылған. Одан кейін барып кәдімгі біздің қолданыстағы киіз үйлеріміз пайда болған. Сонда баспана дегеніміз не балалар? Ол адамдар тұратын жер. Жақсы, адамдар өмір сүретін оның тұрғылықты орында немесе мекені десек болады, иә? Көшпенділерге кәдімгі баспаналарды айтып өттік. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатына орайлап қараңыздар. Ежелгі тайпалардың қолданбалы өнер ерекшеліктерін сипаттау, бірақ сабағымыздың мақсаттары тоқталайық. Ежелгі көшпелердің материалдық мәдениетімен танысу, ежелгі көшпелердің қолданбалы өнер зергерлік өнері мен баспанасының ерекшелігін салыстыру, ежелгі көшпелердің баспанасының ерекшелігін сипаттау. Ендеше біз тарауымыздың бөлімнің атауы ежелгі көшпелердің материалдық мәдениеті сабақтың тақырыбы. Біз негізі мәдениет дегенде көз алдымызға не елестейді? Адамның әдет ғұрпы елестейді. Өте жақсы. Тағы мәдениет дегенде көз алдымызға не елестейді? Баяғының баяғы замандардағы мал шаруашылығы, егін. Жақсы, өте жақсы. Қолдар айтар өтіш, мәдениет дегенде көз алдарыңызға не елестейді? Мәдениет деген кезде. Не елестейді? Не елестейді? Кітапхана, театр, зәулім әдеби жер, ескерткіштер, бір жерде той болғанса, сонда орындалған салт дәстүр, осының бәрі біздің мәдениетіміз айта ма? Жақсы, яғни бізде мәдениет деген өзі екі топқа бөлінеді. Материалды мәдениет және рухани мәдениетті бөледі. Бүгін соның ішінде біз көшпелердің материалдық мәдениетінің ішіндегі баспанаға келіп тоқталайын деп тұрмыз. Яғни көшпелер материалдық мәдениет дегеніміз күнделікті пайдаланатын, қолдай салынатын заттарды айтамыз. Рухани мәдениеттер біздің ішкі жан дүниемізді толықтыратын нелерді айтамыз. Ол не? Музыка тыңдау, әдебиет оқу, театрға бару деген сияқты. Осындай біздің сіздерге әрдайым айтып отырамын, адамның қарны кәдімгі ашығатын болса, материалдық дүниемен толықтырамыз, ал рухани жан дүниемізді әдебиет шығарма, оқу, музыка тыңдау деген сияқты, би билеу деген секілді рухани азықпен толықтырамыз. Ендеше кітапты ашайық оқулықты. Бірінші тапсырмаға көшейік бүгінгі сабақтың. Кітапты ашыңыздар. Бүгін біздің мақсатымыз баспаналардың пайда болуын қараңыздар. Кітапты ашыңыздар. 57-ші бетті ашамыз. Сол жерде киіз үй қалай пайда болды? Яғни үйлердің пайда болу кезеңдері тұр. Сол жерде сіздерге бірінші шаңырақ тобына күрке, екінші кереге тобына қос үй, уық тобына жолым үй, сықырлау тобына киіз үй дегенді береді. Сол жерде тақырыптың ішінде көрсетіліп тұр. Және де мына суретте бейнеленген төрт баспанадан жаңағы мен атаған атауды өздеріңіздің тауып аласыздар. Бірінші анықтап аламыз, дискриптордан қараңыздар. Өздеріне берілген мына суреттің ішінен біреуін таңдап аламыз, жаңа айтылған. Шаңырақ тобына күрке берді. Мына жерде қайсысы күрке? Сол күркені табамыз, сөйтеміз де сол күрке бойынша бірінші суретін саламыз және де баспана туралы мәлімет береміз.
даму ретін орналастырамыз мыналарды. Түсінікті ғой, иә? Қайсы бірінші дамуды? Көркем деген сияқты осылай түсінікті ғой, иә? Кейде тұра алмайық па? Сол жан-жағына дайындап бәрбек қосуға дайын болып отырмын. Мынаның ретін алып қойдыңдар ма? Мынаның ретін алып ма? Қайсы бірінші даму? Қайсы бірінші даму? Қайсы атауы не? Көркейе, одан кейін қайын? Қосие, өте жақсы. Міне астына ең соңында сөйтіп жазасыздар. Бірінші көркейе, қосие, одан кейін бар толғыми, одан кейін өте жақсы. Тура солай астына жазумен рет-ретін орналастырыңыз. Жақсы жұмыс жасап жатырмыз. Olmasa sürekli travesi sistemler bitmektedir. So'shin aldarida bag'alab qaramiz ketdi. Ne kadar çok iyi yapacağız. Birinci numara, ikinci numara. Болған топ белгілесін, жақсылап қорғайтын, жолын таныстыратын адамды дайындаңыздар. Өзара шешіңіздер. Мынау естеріңе сатпайын, бағалау парағын ұмытып кетпейік, белгілеп отырайық. Отырған кезде уақытынан бұрын 2 минутымыз бар, қазір жинақталайық. Асықпаңыздар, 2 минуттарыңыз бар. Ой, al, udah bukas Pak. Aha.
Кәні қалам, ручка бәріміз тастаймыз. Уақыт бітті. Кәні назарымыз ортада. Күнбағыс көрсеткенде не істеуіміз керек? Тыныш табуымыз керек, иә? Кәні назарымыз ортада. Бірінші топ келе қойыңыз. Қазір тұтыштығымыз кәмді 2-3 Onun töbesi konmuş yerine kısamış. Onun o çek. Қандай екен жолым не деген? Басқаларға қарағанда өзгеше Енді үйдің орналас суретін тұрғыз. Қайсы бірінші қалыптасты? Төрт үйдің арасында жазыңыздар дедім. Қайсы бірінші қалыптасты? Ана берілген суреттегі төрт үйдің орналасу ретін жазыңыздар дедім. Пайда болуына қарай. Қайсы бірінші? Қай бірінші көмектеседі? Неге үшінші тапсырманы орындамағансыз? Соңғы тапсырма. Қайсы бірінші? Төрт суретті қайсы бірінші? Күнтие, жақсы, екіншісі одан кейін жолымен, одан кейін киіз, жақсы соны жазу керек еді. Жақсы жазылмаған нәрсені ауызша толықтырды. Жақсы келесі топ келді. Бұл бізге берген күрке. Ертеде адамдар бұтақтарын оның сыртын аң терісімен қаптаған. Аң терісіне киізбен қымтаған. Сонымен қандай үй болды? Күрке. Енді орналасу ретін айтыңыздар. Жолымен, киіз. жақсы, өте жақсы. Келесі бұда теңді жүзім. Бұда Сіздерге қай түсті? Киіз түсті, жақсы. Бұда ата-бабаларымыз тұрған. Киізде Қазақстан табиғат жағдайына сәйкес әрі көшпелі тұрмыс үшін өте қолайлы болады. Оны жаңағы жайылымдарға не істейді? Көшіп қонуға ыңғайлы болғандықтан пайдаланады. Тез жиналады, тез құруға болады, өте ыңғайлы. Жақсы. Енді пайда болу реті үйлердің пайда болу реті. Күрке, қоси, жолми, киіз. Жақсы, өте жақсы. Қайсысын кетіп тұрған? Дауысымызды шығарып. Бір-бірімізге керектес көрейік. Қандай үй? Баспананы қай көреген сіздерге? Қос түрі деп аталады. Бұл қос баспананың қос түрі. Оның ішіне күмбезді, ал асты жақтары домалақ болып келген. Оның киізбен қаптаған. Кейін уақыттардан кейін оны қазақтың бақыттышылары мен жылқышыларға салып берген. Аяқтар бірінші күрке, екіншісі қос, үшінші жолымен, төртінші киіз. Өте жақсы, отырамыз. Енді балалар, тақтада дискриптор көрсетілген. Енді бағалайық. 2 жұлдыз 1 тілек арқылы бір-бірімізді топтар бағалаймыз. Дискрипторға
қарап отырмыз, иә? Аламыз мына топқа бір жұлдызымызды не үшін береміз, екінші жұлдызды не үшін береміз, және бір ұсыныс жасайық. Айтамыз. Мына топты бағалаймыз. Тыңдадыңыздар жана? Бұл топ бір жұлдызымды не үшін беремін? себебі бұл өзінің тобын Берілген баспананы дұрыс анықтады. және ол туралы мәлімет берді және олардың өзгеректерімен істеді. Апарып жұлдызды бере ғой. Тез сіз не үшін бересіз жұлдызды? Бұлар екеуі топпен жұмыс істеді. Жақсы бере ғой. Ұсыныс, қандай ұсыныс айтамыз? Қай жерде жаңа мүлт кетіп еді? Олар Үшінші, не керек даму ретін жазуды ұсыныс білдіреміз, иә? Келесі тапсырмада мұқият болуларыңызға ұсыныс білдіреміз. Сіздер жұлдыздарыңызды кім бересіздер? Не үшін бересіздер? Екі жұлдыз ар топты бағалайық. Берейік. Ескілік тұрғаймыз. Қалай, нені орындады? Қалай істейсіз? бір жұлдызымды олардың топпен бірге жұмыс істегені үшін Тағы не үшін берген жұлдызды? мен бір жұлдызымды Не істеді? Анан қайсысын дұрыс көрді? Қайсысын? сурет салды. Жақсы, суретін анықтап тапты, салды, иә? Жақсы, бере ғой. Енді ұсыныс бар ма? Екі жұлдызды бердік. Қандай тілегіңіз бар? Қалай тілек бар? Келесі тапсырманы да дәл осылай жақсы орындауларына тілек білдіруге болады. Жақсы, өйткені олар барлығын дұрыс өте жақсы орындады. Ал сіздер не қабіліңіздер жұлдыздарыңызды? Мен бір жұлдызымды бұл топ бірігіп жұмыс істеген үшін беремін. Бала дискрипторға қараймыз. Бағалау дискриптор, дискрипторға қарап, қайсы екінші жұлдызымызды ешін береміз? Мен екінші жұлдызымды олар киіз үйді тауып суретін салған үшін. Жақсы. Ұсыныстарыңыз бар ма? Ұсыныстарыңыз, тілектеріңіз? Өте жақсы. Сіздер не қыз мына топты бағалаңыздар? Мен бұларға суретін дұрыс салғанына, сұрақтарға дұрыс жауап бергеніне бір жұлдызымды беремін. Тағы нақты дискриптор бойынша қай қадамдар үшін бере аламыз? Мен баспана туралы мәлімет жазған үшін бір Өте жақсы. Енді бір ұсыныс. Сіздер бұл сайызда ұтынды. Жақсы. Бұлар сабақты кәдімгі топ болғаннан жақсы көріп отырмыз, иә? Жақсы. Ол тілекті де, осынысы да табыл алайық. Ендеше келесі тапсырмамызға көшейік. Жақсы бала, барлығымыз, мен енді өзім бағалап беретін болсам, барлығымызда баспананы берген баспананы анықтадық, ол туралы мәліметті бердік, суретін жақсы салдық, және де оның орналасу ретін де қатесіз орындадық. Өте жақсы, жарайсыздар. Келесі тапсырманы орындайық. Кәнекей. Енді біз балалар бүгін қолданбалы өнер деген бағана айтып, қолданбалы өнер ерекшеліктері. Бізде негізі материалдық мәдениетте қолданбалы өнер және зергерлік өнер бар. Мен сіздерге қазір зергерлік өнер бойынша және де қолданбалы өнерге қатысты суреттерді таратып жатырмын. Осы таратылған суреттерді екі топқа бөлеміз. Қайсы қолданбалы өнерге жатады? Соны тездетіп мына қағазға орналастырамыз. Және де тағы да біз қандай қолданбалы? Қайсы қолданбалы өнер? Қайсы зергерлік өнер екен? Балалар, тағы да сол жерде суреттен бөлек, мына жерде сіздер не көріп тұрсыздар? Тағы да қолданбалы өнерге ручкамен жазып жіберіңіздер. Мына жерде көрнекілік тұр. Осының қайсысы қолданбалы өнер, қайсысы зергерлік өнерге жатады. Соны сол жерге ручкамен толықтырыңыздар. Мына жердегі тапсырма.
Bir to'p аяқтады, астына ана жерден тағы да қосып жасаңыздар ғой. Мына көріңіздер, қайсы қолданғаныңыз жақсы. Аха. Мына жерде партаның үстінде тұр балалар, тағы да қолданбалы және сергектік өнер бар. Осылардың қайсысы да ручкамен тағы да сөзін жазып қойыңыздар. Bir minutdan keyin to'xtataylik. Kan, ular qo'shyapmiz mana. Ko'rsatib turgan menlar. Al endi bolalar, yaxshi dayanib, vaqt bitdi. Bo'ldi, o'tiramiz, basib o'tiramiz. To'plar, soatlarga bo'lgan topshirmalaringizni beringizlar. Ana to'plar beringizlar, topshirmalar. Qaratamiz. Sizlar soat tilmen. Soat tilmen. Sizlar nima qilasiz? Beringizlar, topshirmalaringizni Endi bolalar, topshirmani ko'ring. O'rnagan topshirma so'l bo'yicha bag'alab o'sadi. Ko'rdikmi? To'pdan ko'rdik. Endi kelasi bag'alab o'tirib, keyin bayramimiz buterbrod qo'ljasaladi. Екі o'rnalgan жұмысқа екі madaq және bir сын пікір айтсаңыздар. Кәдімгі мына болып айтамыз. Қыздар, басыламыз. Болды. Ол біреудің жұмысын тоқтаңыздар. Tamam, fotoğrafımızı bağlayalım. Oturamız, basalım. Tamam. Neyse, bir çıkan. Bir madaq açmış, şınalarım. Orada basılması boyunca. Dur, sonunda koyayım. Ama diskretör koyacağız. Kızlar. Kumbaz. Ayda var. Birinci madaqda. men Қолданбалы өнер туындыларын жазды ма? Ya олар жазды. Дұрыс орналастырды ма? Ya. Сосын олар осы жергілікті өнер туындылары бойынша алуға және әшекейлері қойып қойыпты. Мен осыны дұрыс деп ойлаймын. Сол үшін мадақ бересіз, иә? Қолданбалы өнер туындылары олар көптеген заттар қойып қойыпты. Солардың ішінде қылыш және тағы басқалар олар сүйері, домбыра, аяқ жақсы. Онда жақсы орындады ба? Дұрыс орындаған ба? Қолдану жақсы. Ал келесі топ жыдан. Сіздер ана топтың жұмысы бағлаңыздар. Мынау бойынша екі мадақ тұрсын. Тез-тез. Дискретор бойынша сөйлеңіздер. Еш мадақтаймыз. Қолданбалы өнердің Ажырата білген үшін бір мадақ береміз. Жақсы, екінші мадақ. Тыңдаймыз, тыңдаңыз. Екінші мадақ. Олардың кестеге дұрыс орналастырған үшін береміз. Жақсы, келесі. Сіздер. Бір жақсы айтам дейді ғой. Сын пікір айта қойыңыздар. Жазулары дұрыс нәрсе дейді. Жақсы қарай.
бір жерде қате жіберіп қойған. бір мадақты Өйткені оны сын айтамыз, иә? Бірінші мадақ айтайық. Бірінші мадақ айтайық. Неші мадақ айтайық? Қайсысын орындады? Қолданбалы өнер туындыларын ажыратып па? Иә. Ажыратқан. Жақсы, сынды неші айтамыз? Жаңа сыныңызды айтыңыз. Өйткені бір жерде қате жіберген. Бір жерде қате жіберген. Өйткені мынау батырлар қолданатын затым. Ол қолданбалы өнерге жатады, иә? Өте жақсы. Тағы бір мадақты неге береміз тағы? Мадақты қалғандарын басқаларымды дұрыс жасатты. Жақсы. Сіздер тез-тез. Бірақ бұлар өте кешірілген себебі қолданбалыға дұрыс жатқызған және зерделікке де. Бірақ бұл келесіне олар басқа нәрсе жазып кеткен. Бірақ олар бәрін дұрыс орындаған. Жақсы. Келесі тапсырмаға көшейік, бала. Енді бұл жеке жұмыс. Жаңағы бағалау парағын ұмытып кетпеңіздер, тез-тез. Жеке жұмыс тапсырмаға жасаңыз. Естуіңіз керек, мынада берілген суреттің атауын, қай өнер, және оны не үшін пайдаланамыз? Жеке жұмыс. Тез-тез атауы және оның балалар, екеуін орындаңыздаршы, екеуін. Бірінші және екіншісін, аха, тез-тез. Екеуін орындаңыздар, екеуін ғана орындаңыздаршы, екеуін. Еш қолыға. 5 минут. Аха, видеоны кішкене. Аға, не үшін пайдаланасыз? Тез-тез. Тез-тез қана аяқтаймыз. Содан? Аяқтан бұл беріп береміз. Бір ауыз сөзбен не үшін пайдаланады? Және қазір қойдыңыз. Тынышталыңыз. Қазір болды па? Қазір жылдам қағаз ручка, қолымыз бәрін, ручкамыз бәрін тастайық. Ұлдар болып қалып па? Жеке жұмыс, жеке әркім өз жұмыс жасайды. Жақсы болды, жеткілікті. Ал, келейін ғой, Бұл суретте қоржынның суреті тұр. Және де қоржынды әртүрлі заттарды салу үшін пайдаланамыз. Жақсы, ағай, екі сурет. Сандықты. Сандықты бағалы заттарды немесе басқа да заттарды салу үшін қолданамыз. Өте жақсы. Қай өнер туындысына жатады? Мен бір сұрақ қойайын. Қайсына жатады? Қолданбалы ма, зергерлік пе? Қолданбалы. Жақсы. Сіздердің топтан бір оқушы. Айта қойшы. Кім айта қойшы? Екіншісінде сандық бар. Сандыққа әшекей бұйымдар. Сандықтың бөлімдері болады, әртүрлі кішкентай болса оған әшекей бұйымдар саламыз, үлкен болады. Қаруларында саламыз, жақсы. Ортасында ыдыс аяқтарын саламыз. Жақсы. Сіздерде кім? Қарудан сен сөйлеуші? Жоқ па? Сен айта қойшы, кей жазды. Айта қойшы. Қоржын. Бұл затты керек дүниелерін салу үшін пайдаланады. Жақсы. Ары қарай. Сандыққа әшекей бұйымдар, ал үлкен болса қару-жарақ салуға болады. Жақсы. Сіздерде кім сөйлеген? Сөйлеуге. Қоржынға бір заттарды салу үшін пайдаланады. Ал сандыққа түрлі әшекейлерді заттарды салуға. Жақсы. Балалар, бағалау парағымызды қазір бір бағаларға қарай алайық. Қазір бағалау парағымызды қараңыздар, бағасын шығарыңыздар және де
мен тақтаға рефлексияны шығардым бүгінгі сабақ бойынша. Бағдаршам арқылы рефлексия. Мына тақтада бала қараңыздар, бүгінгі біз оқу мақсатын, бағана сабақтың мақсатына оралайық. Бірінші сайт қояйық. Сол бойынша мұнда алдарыңызға мен стикер тастадым. Бағдаршам әдісі бойынша бүгінгі сабағымызға рефлексия жасайық, қорытынды жасайық. Жазылған барлық оқу мақсаттарын орындағандарыңыз түсінгеніңізді. Мына бойынша қараңыздар. Жазылып түске алып келіп бүгінгі сабақтың мақсаттары бәрін орындағандарыңыз мұнда келіп стикер жазып одан кейін ежелгі көшпелі материал мәдениеті туралы әңгімелей аламын. Көшпелердің қолданбалы өнерін, зергерлік өнерін ерекшеліктерін ажырата аламын дегеніңіз мұнда келіп жазып. Тек қана ежелгі көшпелердің материалдық мәдениеті туралы әңгімелей аламын дегеніңіз әкеліп қызыға жазып. Түсінікті ғой, иә? Бала түсінікті ма? Келіп мұнда тиісін жапсырамыз. Іштегі жазудың қажет жоқ, мына жерде жазылып тұр. Қате формасы. İşte yazılım kaydet çok artık yaptığınızda. Енді бағалау парақтарымызды қарап жеріңіздер жылдам күндеп кезек ашамыз. Бағалау парағымызды ашамыз. Тез бағаларымыздың қорытындысын жасаймыз да маған қандай бағалы. Қазір шығарыңыздар тез. Я, мына жерге сенің бағаң деген тұр, осының артында мұғалімнің бағасы деген тұр. Ол жерге мен өзім қоямын, иә? Аха. Айтыңыз. Жылдам. Болды. Және де адамдардың не қолданатын туралы олардың шәкірт қолданбалы немес қолданбалы дүниелер бар екен. Қолданбалы дүниеге алтын, алқа сияқты. Ондарын айтудың қажет жоқ, қанша бағалдыңыз, қандай бағалдыңыз, сол айтыңызшы маған. Жарайсың ба, не шықты? Қанша плюс белгісі шықты? Қай бағаға келдіңіз? Жарайсың ба, тамаша ма? Тамаша. Жақсы, арға келесі тез жылдам. Келесі тез ағарайыз. Қыздар, болды. Қандай баға шыққан тамаша? Тамаша. Al, тамаша dediniz bu ya. Тамаша, арғарай. Так, Аружан. Sizdeki қандай болды? Тамаша. Одан кейін. Тез түсіретіңізші. Жеңіл жарайсың. Жақсы, бала қалғанын жинап баған тапсырыңыздар, одан кейін күнделікке қойып шығасыздар, иә? Жақсы, сабақ аяқталды. Үйге тапсырма. Менің баспанам тақырыбында эссе жазып келу. 30-50 сөзден тұратын. Бағалау парағын беріп кетіңіздер. Аты жөнлеріңіз жазылды ғой, иә? Сол бойынша күнделікке түсіремін қалғанда. Жақсы.